Assalamu alaikum dostlar. Arnama hoş geldinizler. Bugün biz sizlerмен kapustаны kıska tuzlaytын bolamыз. Яғни қазақша kimchi деп айтса да болады. Бұл жерде біз Қытайдың капустасы емес, ақ белокочанный капустаны тузлайтын боламыз. Өте дәмді және тәбет ашар салаттардың бірі. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басып, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Енді салатымызды тұздауды бастаймыз. Менде осындай үлкен ақ капуста 3 килодан асады. Ортасынан бөліп, және қатты жерлерін барлығын кесіп алып тастайтын боламыз. Қатты бөліктерді алып тастағаннан кейін ортасынан тағы да осылай бөлеміз. Және де егер сіз банкіге жабатын болсаңыз, онда ауызға сиятындай кішірек бөлген дұрыс, 4 бөлікке. Ал егер үлкен кастрюляға жабатын болсаңыз, онда 3 бөлікке бөлсе жеткілікті болады. Осылай бөліп барлығын дайындап аламыз капустамызды. Капусталардың барлығын осылай турап алғаннан кейін бұларды тұздауға кірісеміз. Негізінде шұңғыл ыдыс болғаны дұрыс. Мен кастрюляда тұздадым. Кастрюлямызға суық кранның суын құйып аламыз, орта қылып, сөйтіп капустаның барлығын бататындай ішіне салатын боламыз. Мен тұзымды бөлек ыдыста ерітіп алдым, тезірек еруі үшін. Және сол тұзымды жақсылап араластырып, осы капусталардың үстіне құямын. Тұздың барлығын осылай саламыз. Тұзды болғаны жақсы капустаның. Жақсылап сіңуі үшін осылай кішкене қолымызбен басып тұзды салатын боламыз. Енді осы капусталар үстінен ауыр затпен басып қою керек. Мен осылай кигізіп, және үстіне кішкене тарелка қойдым. Және салафанмен орадым, шаң ештеңе болмас үшін. Үстіне ауыр бір зат қою керек болады. Мен бұл жерде 2 литрлік банканы пайдаландым. Сіздерде егер одан да үлкен 5 литрлік болса да, үстіне қою керексіздер. Ол жақсырақ баттып, ауыр затпен салмағымен батқаны дұрыс капустаның. Осылай мен 1,5 күнге қалдырдым. Енді біз келесі капустамызға жағатын қоспамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге міне осындай жартылай ащы қызыл бұрыштарымыз қажет болады. Осылай барлығын турап, ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Егер сіз капустаның қатты ащы болғанын қаласаңыз, онда осы қоспамызға тағы да огонек кішкентай қызыл ащы бұрышын қосып жіберсеңіздер болады. Мен 2 данасын қостым. Сіздер 3-еуін қоссаңыз да жеткілікті. Осылай барлығын өткіземіз. Көк шөбімізді, сарымсағымызды жақсылап өткізіп дайындаймыз.
Міне бізде қоспа дайын болды. Тұз, бұрыш ештеңе қоспайсыз. Осылай өзі түсуде бәрі әдемі. Капустаның өзінде тұз барлығы жеткілікті. Енді осы қоспаның үстіне қызып тұрған сұйық майды құятын боламыз. Сұйық майға кішкене пиязды да жақсылап қуырып қосып жіберсеңіз болады. Дәмін келтіреді осы қоспаның. Жақсылап май құйғаннан кейін бір араластырып аламыз. Енді капустаны тұздауға қоспаны жағуға кірісеміз. Капуста менде толық 1,5 күндей тұрды. Енді қазір ашып қалай кішкене жұмсарды ма көретін боламыз капустамызды. Міне капустамыз дайын екен, жұмсарды капуста. Осыдан кейін капустаны қатты қолдарыңызбен қатты сықпаңыздар, жартылай сығу қажет. Кішкене сулы болған дұрыс капустаның. Осылай қойып, барлығын шығарып, жеке-жеке арасына қоспаны жағатын боламыз. Міне осылай енді қоспамызды жақсылап капустаға жағатын боламыз. Жеке-жеке ашып, жақсылап аямай қоспаны көбірек қаспен емес, негізінен осылай қоспаға батырып жаққан дұрыс. Міндетті түрде перчатка киіп алыңыздар, өйткені ащы бұрыш бар құрамында. Міне осылай видеода көрсетілгендей арасын ашып жеке барлығын жағатын боламыз. Менде қоспа кішкене көбірек жасалыныпты, тағы да кішкентай капустаны тұздап жағуға маған жеткілікті болды. Видеоның описаниясында барлығының мөлшерін толық жазып кететін боламын. Осылай жасап болғаннан кейін капустамыздың бетіне өзі тұздалған суды құятын боламыз. Яғни капуста егер суына батпай қалса, базданып кеуіп кетуі де мүмкін. Сондықтан өз суында бұзылмас үшін суын жеткілікті мөлшерде бататындай құйыңыздар. Құйып болғаннан кейін суды бетін жауып, холодильникке тағы 2-3 күнге жіберуге болады. Бұл яғни өзінің жақсы сіңіп, жақсы тұздалуы үшін қажет. Мен холодильникке 2 күнге салдым. 2 күннен кейін ашып көретін боламыз. Егер рецепт сізге ұнап, каналым пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне біздің салатымыз дайын болды. Қыста табиғи ашатын нағыз рахаттанып отырып жейтін салаттардың бірі. Жасап көріңіздер. Сұйық және қою тамақтармен бірге жақсы өте үйлеседі. Баршаңызға ас болсын.